Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы қазақ халқының әдеби және музыкалық мұрасы. Сабақтың мақсаты сабақ барысында қазақ халқының өз мәдени кеңістігі мен менталитетті жалпыға ортақ қабылдаған өнегелік құндылықтары мен қағидалары болды. Кеңестік кезеңдегі жаңғыру қазақ халқының рухани мәдениетіне ауыр зардаптар келтіргенімен оны жоя алмағанын анықтап, салыстырып қорытынды жасай аламыз. 1923 жылы 4 желтоқсандағы талап қоғамның мақсаты мен қызмет шеңбері төмендегідей болды. Қазақ әдеби тілінің терминологиясы мен орфографиясы тағы басқа мәселелер қарастыру, ұлттық өнерді зерттеу, қазақ халқының тарихы мен тұрмысын зерттеу, қазақ мектептерінде оқыту мәселелерін қарастыру, қазақ ғылыми қызметкерлері мен қазақ өнері қайраткерлеріне көмек көрсету. Қоғам құрамында Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан Жұмабайұлы, Жүсіпбек Аймауытов, Міржақып Дулатұлы, Кемеңгеров тағы басқа енді. Осы кезеңде жаңа кеңестік әдебиет қалыптаса бастайды. Оның Қазақстандағы өкілдері Сәкен Сейфуллин, Сәбит Мұқанов, Истолин және тағы басқалар болды. Олардың шығармашылығы айқын социалистік реализм және пролетарлық интернационализм ұстанымына енгізілді. 1925 жылғы 18 мамырда Қазақстанда пролетар шаруа жазушыларының қазақ ассоциациясы құрылды. Қазақ ассоциациясы жаңа социалистік әдебиет жасау ісін қолға алды. Мәдениеттегі кез келген құбылыс таптық пролетарлық күрес тұрғысынан бағаланды. Халық шығармашылығының көптеген түрлері, мысалы, едіге, қобыланды батыр, реакцияшыл, ұлтшылдық көзқарастағы шығарма деп жарияланды. Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Жұмабаев, Міржақып Дулатұлы қуғынға ұшырады. Абай шығармалары талқылауға түсті. Басқа жанрлардың арасындағы бірінші орынға саяси лирика шығарылды. Кеңестік жарқын шындықты жабырқау, өткен өмірмен салыстыру тәсілі кең қолданысқа енді. Қазақ ассоциациясы қызметінде қазақтың ауыз әдебиеті мен жазба әдебиеті дәстүрлерінің жоққа шығару көзқарасы барған сайын белең ала бастады. 1922-1923 жылдары, 1926-1928 жылдары қазақ көркем әдебиетінде осы екі ағым арасында қызу пікір талас болды. 20 жылдардың ортасы мен соңында қазақ әдебиетінде Мүсірепов, Мұстафин, Тәжібаев, Тоқмағамбетов, Орманов секілді талантты жастар келіп, кеңес адамдарының, ауыл және қала еңбеккерлерінің бейнесін жасады. Қазақ кеңес ақын жазушыларының шығармашылығында Владимир Ильич Ленин бейнесі жеке тақырыпқа айналды. 1934 жылы 12-18 маусым күндері Қазақстан жазушыларының бірінші съезі өтіп, онда идеялық тәрбие жүргізудегі қуатты құрал кеңестік әдебиет болу керек екендігі баса айтылды. Қазақ кеңес әдебиеті фольклор дәстүріне сүйенді. Мәселен, Жамбыл Шабаев шығармаларында ел өмірінің айтулы оқиғалары көрініс тапты. Жаңа өмір мен кеңес адамдарын ақын Нұрпейіс Байғанин өзінің эпостық жырларына арқау етті. Иса Байзақов шығармашылығы нағыз халықтық мәнге ие болды. 20-30 жылдары қазақ кеңес әдебиетінде проза, драматургия және әдеби сын сияқты жаңа жанрлар дамыған кезең болды. Жансүгіров жолдастар романын жазды. Сәбит Мұқанов Байдың ұлы достар, Ботагөз романдарын тудырды. Қазақ драматургиясын дамытуда Мұхтар Әуезовтің рөлі зор. Қазақ театр өнерінің дамуы оның есімімен тығыз байланысты. Ресми билік құптаған негізгі тақырып кеңестік қоғамның құрылуы және дамуы, қазақтардың туған өлкесін түлетуге қосқан үлесі, жергілікті халықтың социалистік еңбектегі ерлігі тағы басқа болып саналды. 1934 жылы республикада қазақ әдебиеті баспасы ашылды. Баспадан социалистік реализм рухындағы әртүрлі жанрдағы шығармалар жарық көре бастады. Бұл кезде Қазақстанда тұратын басқа ұлт өкілдері Шуқып,
Кузнецов, Шарипов тағы басқа жазушылар көпшілікке танылды. Снегиннің шығыстағы соққан жел, Жетісу және менің қалам атты жинақтары жарық көрді. Латиф Ансари жас ұйғыр ақындарының Таңғы сәуле атты өлеңдер жинағын құрастырды. Сонымен бірге коммунистік партия тарапынан идеологиялық бақылаудың күшеюіне байланысты көптеген әдебиет өкілдері қудалауға түсе бастады. 1937-38 жылдардағы қуғын-сүргін барысында қазақ әдебиеті өзінің бетке ұстар өкілдерінен айырылды. Олар Аймауытов, Жұмабаев, Құдайбердіұлы, Бөкейханов, Байтұрсынұлы, Сейфуллин, Жансүгіров, Майлин болды. 1919 жылы Ақмолада музыкалық мектеп, ал келесі жылы театр, музыка және би үйірмелері бар халық үйі ашылды. Осы жылы Венадан жергілікті гарнизонның мәдени ағарту коллегиясының жанынан Виноградовтың бастамасымен Қызыл әскерлер хоры ұйымдастырылды. Ұзамай-ақ қалада әскер пәлендер мен парктерде ойнайтын симфониялық оркестрлер жұмыс істей бастады. 1920 жылда Орынборда музыка мектебі мен музыка кітапханасы, сондай-ақ халық аспаптар оркестрлері үшін көркемдік репертуар құрастыратын комиссия ұйымдастырылды. Петропавлде осы жылы халықтық консерватория ашылды. Бұл жылдары ұйымдастырылған музыкалық мекемелер радио мен теледидардың орнына халыққа идеологиялық тәрбие берудегі маңызды рөл атқарды. Қазақ музыка мәдениетін зерттеу және насихаттау ісінде қазақ музыка фольклорын қажымай жинаушы сазгер Александр Викторович Затаевичтің рөлі үлкен. Орынборға 1920 жылы келген ол 3 жыл ішінде 1500-ден астам қазақ әндері мен күйлерін жазып алды. Республика үкіметі Затаевичтің еңбегін жоғары бағалап, оған 1923 жылы 9 тамызда Қазақ АКСР-ның халық артисі атағын берді. Ол барлығы 2300 шығарма жазып алған, оның ішінде ұйғыр, дүнген, өзбек, қарақалпақ, театр, корей ұлттық музыкаларды бар. Қазақ халқының 1000 әні деген алғашқы жинағы 1925 жылы Орынборда, ал қазақ халқының 500 әні мен күйі деген екінші жинағы 1931 жылы Алматыда жарық көрді. Ол жинаған қазақ халқының бай музыкалық қазынасы дүние жүзі елдерінің Қазақстанның өзіндік музыка өнерімен таныстырды. 1926 жылы Қызылордада қазақ театры ашылып, Қазақстанның музыкалық орталығына айналды. Ол өзінің алғашқы 10 жылдығы бойында негізінен музыкалық театр болды. Қазақ көрермендерін тарту үшін театрда спектакльден кейін концерт берілетін. 1931 жылы Алматыда қуатты радио тарату станциясы жұмыс істей бастады. Радио орталықта тұңғыш қазақ кәсіпқой хоры ұйымдастырылды. Ұлттық өнер кадрларын даярлау үшін Алматыда 1932 жылы театр музыка техникумы ашылды. Бұл республикада тұңғыш өнер оқу орны еді. Сондықтан онда жұмыс істеу үшін қазақ тілін білетін және музыкадан теориялық білімі бар жігерлі адамдар қажет болды. Сондай мамандардың бірі Ахмет Қуанұлы Жұбанов еді. 1933 жылы 29 сәуірде ғылыми зерттеу кабинеті мен Алматы музыкалық драмалық техникумның музыкалық тәжірибелік шеберханасына музыкалық фольклорды зерттеу және қазақ халық аспаптарының үнін жетілдіру міндеті жүктелді. Жұмысқа Ахмет Жұбанов басшылық жасап, Брсиловскийдің және ағайынды Прокофий мен Эммануил Романенколар сияқты мамандар тартылды. Құрманғазы, Дәулеткерей, Абыл, Тәттімбет, Қазанғап, Ықылас, Сармалай, Сайтек тағы басқа күйшілердің көптеген күйлері жазып алынды. Енді оқушылар осы тақырыпқа байланысты тапсырмалар орындаймыз. Тапсырмада алғашқы қолқобызды жасаушы Қорқыт күйшіге сипаттама береміз. Екінші тапсырмада күй өнерінің негізін кімдер салды? Күйшінің аты жөндерін жазамыз.
Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы қазақ халқының әдеби және музыкалық мұрасы. 1923 жылы Масақтар қайда? Сөз басына масақтар? Жоқ, масақтарын жазып беріп кет. Масақтар болатын.